Абу Хурайра радияллаху анху пайғамбарымыздан жеткізеді. Аллах Таала былай деп айтты дейді. Мән адали валиян фақад азантуху бил харб. Менің досыма дұшпандық еткенге мен соғыс ашам деді. Алланың досы кімдер? Валилері. Кімдер олар? Біздер әулие деп білеміз, иә? Не үшін әулие деп айтамыз? Бір кісіні көріп қалсақ, бұл әулие ғой деп шынында да. Себебі одан адамдарға, өзгелерге бір жамандық келмейді. Анадан тек жақсылық көресің. Сондай бір ізгі жан. Енді Алланың валиі, тақуа құлдар көрген кезде әулие ғой мынау шіркін деп ауызекі болса да әйтеуір арамызда бір-бірімізбен айтып жүреміз. Кімдер Алладан шынайы қорқатын адамдар? Намазына, зекет садақасына, оразасына, құлшылығына бекем адамдар Алланың валилері жер бетіндегі. Соған кім дұшпандық ететін болса, Аллах Таала мен оған соғыс ашам дейді. Енді ары қарай Алла субханаху ва тағаланың өзі айтады: пенде маған парыздан асқан нәрсемен жақындай алмайды дейді. Яғни парыз намаздар, парыз құлшылықтарды орындап, соларды тастамай жүрсіз ба, сіз Аллаға жақындайсыз, Алланың уәлиі боласыз. Жаңағы уәли дегеніміз кім дегенге ары қарай келтіріп жатыр. Ал енді нәпіл құлшылықтарды артқызасыздар ма, Аллах Таала оны жақсы көре бастайды екен. Парыз біздің мойнымыздағы міндеттеріміз. Оны атқарып жатсыз, одан асқан, мысалы 4 ракат, 5-ді қойып 1000 ракат нәпіл оқысаң да, сен парыздан асқан нәрсемен Құдайға жақындай алмайсың. Парыздың орнын жаппайды. Ең Аллаға жақындататын нәрсе Алланың міндеттеткен парыздары. Енді кейде қоғамда көреміз, кейбір кісілерді ізгіліктері көп, басқасы бар, жақсы, Алланың қалауында, қаласа мейіріміне бөліп жәннатқа кіргізіп беремін десе, Құдай ешкімге еш есеп бермейді. Өзіміз үшін жанашырларымызды үгіттеу барысында айтайық, барынша парыздарға бекем болсын. Себебі Аллах Таала одан асқан нәрсемен маған жақындай алмайды дейді. Бір мысал ретінде келтіреді ғұламаларымыз. Бір елшіні жіберді біреу. Елші барады, екі елдің арасындағы мәселелерді шешіп келеді. Менің айтқан жаңағы 5 нәрсемді орындап келдің ба деп сұрайды ғой. Жоқ, мен мынаны істедім, екі ел арасында дұрыс, жақсы. Менің ғана айтқан 5-еуін істедің ба дейді ғой, бәрібір сұрайды, дұрыс па? Негізгі ол не үшін жіберді? Сол секілді мына дүниеде біз көптеген жақсылық істейік, бірақ Аллах Таала бізді не үшін жіберді? Не нәрселерді бізге міндет етті? Оны міндетті түрде сұрайды. Бірінші болып тартылатын не деп келеді мүминнің тарасында? Намаз. Қате кемшіліктер бар ма? Немен толықтырады? Нәпілдермен. Дәл солай басқа амалдар да солай кетеді. Оразаң да, зекетің де, қажылығың да. Ары қарай жалғастырып жатыр. Егер пендем парыздарын түгелдеп, ары қарай нәпілдерді арттыра ма, ол маған сүйікті бола бастайды. Ал мен оны жақсы көрдім ба? Еститін құлағы болам, көретін көзі болам, ұстайтын қолы болам, жүретін аяғы болам. Менен сұраса, сұраған берем. Сыйынса, мен оны құтқарам сыйынған нәрсесінен. Бұл не деген сөз? Еститін құлағы, көретін көзі, ұстайтын қолы, жүретін аяғы. Яғни одан ешқандай бір жамандық қолынан да, аяғынан да, көзінен де, құлағынан да шықпайды. Жаман нәрсе естімейтін болады. Жаманға бармайтын болады. Жаман нәрсені ұстамайтын болады. Білесің, оны Алланың нағыз уәлиі. Нағыз Алланың досы сол. Сол адамға сіз қарсылық істедіңіз ба? Сол адамға бір жамандық істедіңіз ба? Алла сізге қарсы соғыс ашады екен.